Бүгін балалар, бүгін дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Сіздерге сабақ беретін Гүлзина Жақсылық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрсұлтан Қазақстанның астанасы. Сіздер осы сабақта Нұрсұлтан қаласының көрнекті орындарымен танысып, Қазақстанның астанасы туралы шығармашылық жұмыстар жасайсыздар және осындай кубоктар жинап, сабақтың соңында өздеріңіз бағалайтын боласыздар. Сонымен бірінші тапсырмада сіздер Нұрсұлтан қаласы туралы не білесіздер? Өздеріңіз ортаға ой пікірлеріңізді айтып көріңіздер. Сосын оқулықта берілген еліміздің астанасы Нұрсұлтан қаласы туралы мәтін тұр. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Еліміздің астанасы Нұрсұлтан қаласы. Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астананың символы бәйтерек монументі. Оның пішіні алып, бәйтерек басындағы алтын күнге ұқсайды. Бәйтерек туралы аңызда өмір ағашы бәйтерек өзенінің жағасында өседі. Оның тамыры тереңге жайылып, ал ұшар басы аспанды тірейді. Жылына бір рет ұшып келетін самұрық құс жұмыртқасын басарда қауіпсіз әрі тыныш орын іздейді. Міне сол самұрық мамыражай жерде өскен бәйтерек ағашының басына жұмыртқалапты дейді. Сонда мына біздің бәйтерегіміз өмір ағаш деп аталады екен. Сіздер үлкендердің көмегімен немесе мына сілтеме арқылы бәйтерек туралы тағы да қосымша мәлімет қарастырып біліп алыңыздар. Сонымен өзіміз осы мәтін арқылы тексеріп көрейік. Нұрсұлтан қаласы туралы білетінімізді айттық, мәтінді тыңдадық, бәйтерек туралы аңызды қараймыз және осы кубокты иеленеміз. Кубок сіздерде бір кубок бар. Келесі тапсырма мәтіннің келесі бөлігіне назар аударайық. Суреттерге қараңыздар. Бейбітшілік және келісім сарайы, хан шатыр және Думан ойын-сауық орталығы деген әдемі ғимараттар тұр. Нұрсұлтанда ерекше пішінді әдемі ғимараттар осындай өте көп. Думан ойын-сауық орталығына сіздер бардыңыздар, ондағы балықтардың тіршілігі туралы көрдіңіздер. Осы тапсырма арқылы сіздер мәтінді оқып, пирамида туралы, хан шатыр туралы, Думан ойын-сауық орталығы туралы әңгімелеп отырып, мына бір кубокты қоржындарыңызға салып алыңыздар. Нұрсұлтан қаласы жыл сайын көркейіп келеді. Оны біз көріп келе жатырмыз, балалар. 1999 жылы әлем қаласы деген жоғары мәртебе беріліпті біздің қалаға. Енді мына суреттерді пайдаланып, бұл қандай ғимараттар? Бұл жерге сен барып көрдің ба? Нелер бар? Осы суреттер арқылы Астана қаласына саяхат жасап, көрікті жерлерін өзіңнің досыңа немесе парталасыңа әңгімелеп беріп, мына бір кубокты қоржыныңа салып алсаң болады. Балалар мына бейне жазбаны паузаға қойып, үзіліске, кідіріске қойып, сергіту сәтін жасап алыңыздар. Ал келесі тапсырмамыз мен не үйрендім, не білдім деп аталады. Сіздер бір бөлімді аяқтап отырсыздар. Осы бөлімді қорытындылау мақсатында сіздерге осындай 3 тапсырма беріліп тұр. Енді бірінші тапсырманы мұқият қараңыздар. Сурет бойынша әңгіме құрастыр деген тапсырма. Сіздерге аң аулау, үңгір, міне үңгір, және еңбек, найза, шапқа, зіл деген тірек сөздер беріліп тұр. Осы әрбір тірек сөзге, әрбір сөзге бір сөйлем құрастырсақ, бізде әңгіме шығады. Менің құрастырған әңгімемді оқып көріңіздер. Сіздер бұл әңгімені өздеріңізше өзгертіп алсаңыздар, немесе толықтырып алсаңыздар, артық жерлеріңізді алып тастасаңыздар болады. Сонымен мен қалай әңгіме құрдым? Ежелгі адамдар үңгірде тұрған дедім. Келісесіздер ме? Олар аң аулаған, ағаштан, тастан, еңбек құралдарын жасаған дедім. Солай меді, естеріңізге түсіріп көріңіздер. Темірден найза, шапқы, зіл жасаған деп жаздым. Сіздер мүмкін толықтырып жіберерсіздер. Сосын өздеріңізді мына дескриптор бойынша бағалаңыздар. Суреттегі заттардың не екенін айттым, тірек сөздерді оқыдым, тірек сөздерден әңгіме құрап айттым. Егер осы үшеуін орындаған болсаңыздар, тағы да бір кубок сіздердікі. Екінші тапсырмада ежелгі адамдар саусақтары арқылы санаған. Олар қарапайым арифметикалық есептеудің жолдарын білген. Олар қосу амалын көбірек пайдаланған ба, жоқ азайту амалын пайдаланған ба? Ежелгі адамдар қалай санаған? Міне ежелгі адамдар
жіпті буып байлау арқылы санаған екен. Егер бір болса, жіпті бір рет буып қояды, екі болса, екі рет буып қояды екен. Өте ежелгі адамдардың санау тәсілдері. Немесе олар ағашқа белгі салып отырған. Бір болса бір белгі, екі сан болса екі белгі. Немесе тасқа сандарды қашап, сүйекке қашап, санауды осындай әдістермен үйренген. Сосын кейін бертін келе саусақтарды пайдалануды үйренген. Бір болса бір саусақ, екі болса екі саусақ болып. Кейіннен бізге осындай рим цифрлары келді. Рим цифрларынан кейін біз өзіміздің қазіргі қолданып жүрген цифрларымызды үйрендік. Енді балалар, осы тапсырма арқылы сіздер ежелгі санау тәсілдерін білдіңіздер ме? Қосу амалын көбірек пайдаланғанын байқап тұрсыздар ма? Өйткені олар әрбір санау жүйесіне бір-бір белгі салып отырған, не? Егер осының барлығын түсінсеңіздер, тағы да бір кубок сіздердікі. Үшінші тапсырмада сөзжұмбақ беріліпті. Сөзжұмбақтың жауабы қалай ойлайсыздар? Мен саяхат шығар деп ойладым. Өйткені сарымсақ деген сөздің бірінші буынын алып тұрмын. Я және хатты қосқанда саяхат. Мен саяхат деген сөзге екі сөйлем құрадым. Сіздер де менікінен басқа екі сөйлем құрап көріңіздер. Сосын өздеріңізді бағалаңыздар, я? Сөзжұмбақты шештім, саяхат сөзіне екі сөйлем құрастырдым. Егер осы екеуін жасаған болсаңыздар, тағы да бір кубок сіздердікі. Сонымен балалар, біз өзіміздің бүгінгі сабақта не білгеніміз қорытындылау үшін жұмыс дәптерімізді ашамыз. Жұмыс дәптерімізде бірінші тапсырмада әдемі Нұр-Сұлтан қаласының ғимараттарының суреті тұр және атауы тұр. Сурет пен атауды сәйкестендіріңіздер. Сосын Нұр-Сұлтан қаласы қай өзеннің жағасында орналасқан еді? Соны естеріңізге түсіріп жаза қойыңыздар. Сосын сіздерге мынадай көмекші сөздер беріліпті. Бәйтерек туралы қысқаша мәтін жазып көріңіздер. Бәйтерек, бейғимарат, саяжол, гүлзар, көгалды алаң деген көмекші сөздер пайдаланып, сіздер қысқаша ғана мәтін жазып, мына дескрипторлар бойынша өздеріңізді бағалап, тексеріп, тағы да бір кубокты қоржындарыңызға салып алсаңыздар болады. Бүгінгі сабақта не білдік? Бүгін біз Нұр-Сұлтан қаласының көрнекті орындарымен таныстық. Және Астана туралы шығармашылық жұмыстар жасадық. Егер осының барлығын өзіңіздің көңіліңіз толатындай орындаған болсаңыз, сізде бүгін қоржыныңызда 5 кубок бар. Осы 5 кубокты менің мекен-жайыма немесе өзіңіздің мұғаліміңізге жолдап жіберіңіз. Осымен дүниетану сабағын аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше.